предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, развитие конкуренции, снижение тарифов чревато. Показатели износа сетей и мощностей тарифы монополистов останутся под плотным контролем. Шағын және орта бизнесті мейлінше дамытады. Бүгін Қазақстан Республикасының президенті жоғарғы бас қолбасшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауы өтті. Жолдаудың тақырыбы әділетті мемлекет, біртұтас ұлт, берекелі қоғам болып бекітілді. Бұл Қазақстан Республикасы президентінің жолдауын әдеттегідей Қызылорда облысының қорғаныс істері департаменті жеке құрамы болып, департаменттің мәжіліс залында көру ұйымдастырылды. Жолдау барысында 5 бағдар бойынша нақты тапсырмалар қойды. Бірінші бағдар жаңа экономикалық саясат, екінші бағдар нақты секторды дамыту, үшінші бағдар ел болашағына арналған стратегиялық инвестиция, төртінші бағдар мемлекеттік басқару ісін қайта жаңғырту, және бесінші бағдар заң және тәртіп болып бекітілді. Осы 5 бағдар бойынша Қызылорда облысының қорғаныс істері департаменті жеке құрамы мемлекет басшымызды толығымен қолдаймыз. Осы бағдар одан ары өз жүйесін табады деген сеніміміз мол. Қазақстан Республикасының президентін Қызылорда облысы қорғаныс істері департаменті толығымен қолдайды.